Бұрынғы өткен заманда бір орманда ешкі мен оның жетілағы өмір сүріпті. Олар бірге бақытты және тату тәтті өмір кешіпті. Бір күні үйде азық-түлік таусылып, ешкі тамақ алып келуге базарға жиналыпты. Ешкі лақтарын шақырып алып, ақылын айтады. Лақтарым, мен азық-түлік алуға барып келемін. Бөтен ешкімге есікті ашпаңдар. Ешкі үйден шығып орман бойымен жүріпті. Сол уақытта қасқыр жасырынып, ешкінің үйден кетіп бара жатқанын байқап қалады. Ешкі кетісімен қасқыр есікті қағып, өзінің жуан даусымен оның әнін айтады. Лақтарым, есікті аша қойыңдар. Аналарың келді. Лақтар болса оның Біз саған есікті ашпаймыз. Біздің анамыздың дауысы басқа. деп есікті ашпай қояды. Қасқыр дауысын өзгерту керектігін түсініп, шарлар үре бастайды. Қасқырдың дауысы аздап жіңішкерді. Қасқыр лақтарға қайта барып, есікті қағады. Лақтарым, есікті аша қойыңдар. Аналарың келді. Бұл кезде жетілақ сеніп қалып есікті ашып жібереді. Қасқыр үйге кіріп келгенде, лақтар жан-жаққа қаша бастайды. Қасқыр олардың бәрінде ұстап, дорбасына сала бастайды. Тек біреуін ғана байқамай қалды. Ол үлкен пеште тығылып қалады. Қасқыр орман арасымен жүгіріп, үйіне жеткісі келеді. Алайда қасқыр шаршап кетіп, ағаш көлеңкесіне жата кетіп, ұйқыға кірісті. Бұл уақытта ешкі базарда азық-түлік таңдап жүреді. Лақтарыма не алсам екен? Деп ойланып жүрді. Ешкі үйіне тезірек жетіп, лақтарына тамақ бергісі келді. Жетейін. Лақтарымның қарындары ашып қалған шығар. Ешкі есікті итерсе, есік ашықтыр. Ешкі үйге кіріп, лақтарын шақырады. Аман қалған лақ ешкіге жүгіріп, болған жайды айтып береді. Бауырларың қайда? Оларды қасқыр ұрлап кетті. Ешкі мен лағы жақын маңда тұратын қошқардан көмек сұрауға барады. Қошқар, бізге көмектесші. Менің лақтарымды қасқыр ұрлап кетіпті. Қасқырды тезірек тауып, лақтарды құтқару керек. Міне қасқыр. Қошқар, ешкі және оның лағы жылдам қасқырды тауып алады. Ол әлі де ағаш маңында ұйықтап жатыр екен. Ешкі өз лақтарын қасқырдың дорбасынан босата бастайды. Қасқыр оянып, шошып кетеді. Сенің жасағаның дұрыс емес. Егер сенің қарның ашса, біз саған тамақ істеп беретін едік. Мені кешіріңдерші. Бұл енді ешқашан қайталанбайды. Уәде беремін. Қасқыр өзінің ісіне қатты өкініп, лақтардан кешірім сұрайды. Ешкі оны кешіріп, қасқыр мен қошқарға дәмді ас береді. Содан бері қасқыр мен ешкінің отбасы тату тәтті көрші болып, бірге ойнап өмір сүріпті.